Курица по-азиатски. Тауық етін соломка қылдырып тураймыз. Бір ас қасық терияки, екі ас қасық соевый соус, бір ас қасық рисовый уксус, бір ас қасық кукурузный крахмал, чеснок, имбирь кішкене. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Ыдысқа горький перец немесе полугорький перецті турап саламыз. Чеснок турап саламыз. Және жасыл жуа қосамыз. Сары және қызыл сладкий перец тураймыз. Табаға сұйық май құйып, етті қуырамыз. Жақсылап дайын болғанша қуырып аламыз. Қуырылған етті бөлек ыдысқа салып қоямыз да, осы ыдысқа жуаларымызды салып қуырамыз. Сладкий перец саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын етімізді қосып, бірге араластырамыз. Кішкене тұз, қара бұрыш себеміз. Соевый соус құйып, қатты тез жылдамдықта қуырамыз, чтобы көкөнісіміз хрустящий болу үшін. Піскен күрішпен бірге береміз. Етіне жуаны турап салып, кунжут сепсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.